Сәлем достар, бүгін осындай әдемі фотофон жасайтын боламыз. Қолдағы бар затпен жасаймыз, өте оңай және арзан. Менің каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік, бастайық. Бізге керек болатын заттар осында 2 картон. Мен бір коробкадан кесіп алған болатынмын. Және де самоклеющая бумага, фотобумага, обязательно глянцевая, мендегі 115 грамм. Ең алдымен Pinterest приложениесіне кіреміз. Және де осы жерде поискқа кіріп, фотофон деп жазамыз. Фотофон. И осы жерде неше түрлі фондар шығады. Неке осындай фондар шығады, неше түрлі. Мынандай, әдемісі, мынағанын өзіңізге сақтап аласыздар. Әдемі. Негізі темный таңдамаған дұрыс болады. Темный суретте әдемі көрінбейді. Лучше светлый алған неке. Мынау сияқты лучше светлый цветтер таңдаған дұрыс болады. Ақ цветтер. Неке мына жерге кірдік. И осы астыға қарай листать етсеңіз, енді осындай ақ фотофондар шығады. Мен уже өзіме ұнаған сақтап алдым. Сондықтан давайте ары қаратай көрейік. Бағана Pinterest'тен фотофон скачать етіп аламыз да, осылай самоклеющий қағазға принтерден шығарып аламыз. Барлығына 8 парақ кетті маған. Шығардым, неке мен осындай фотофон ұнады маған. Енді мына жердегі шетіндегі ақ линияларды мен қиып тастағым келіп тұр. Артығын бәрін қиып тастадым. Енді картонға осы самоклейкаларымызды жабыстырамыз. Осымен болды, фотофонымыз дайын. Той бастарларыңызды әдемілеп суретке түсірсеңіздер болады.